1943 жылдың қазаны. Невель. Кеңес жауынгерлері қаланы неміс әскерінің басқыншылығынан қорғау үшін тайсалмай шайқасуда. Калинин майданының 3-ші соққы беретін әскерінің 21-ші гвардиялық атқыштар дивизиясының пулеметшісі Мәншік Маметованың батальоны жаудың қарсы шабуылына тойтарыс беру туралы бұйрық алады. Кеңес жауынгерлері бекінген томпештікте тірі жан қалмағандай, пулеметшілер тобынан жалғыз қалған Мәншік басынан жарақат алса да, тең емес шайқаста фашистерге 3 пулеметпен оқ жаудырады. Ол жаудың 70 солдатын өлтіріп, кескілескен шешуші ұрыста ақтық демі беткенше пулеметтен оқ боратып, қаһармандықпен қаза тапты. Невель қаласы үшін болған ұрыста көрсеткен ерлігі мен батырлығы үшін 21 жасар аға сержант Мәншік Маметоваға қайтыс болғаннан кейін 1944 жылы 1 наурызда Кеңес одағының батыр атағы берілді. Батыр қыздың құрметіне туған жерінде ескерткіш орнатылған. Көшелерге, мектептер мен оқу орындарына Мәншік есімі берілген. Қаһарман қыздың өмірі мен өшпес ерлігі жайлы Мәншік туралы жыр көркем фильмі түсірілді.